Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгін 5-ші дәрісімізді бастаймыз. Әдеттегідей бірінші сөздіктен бастаймыз. Бисмилlah, бастайық. Бірінші сөз ол сарирун. Сарирун деген кереует. Хизанатун, шкаф. Янаму, ұйықтап жатыр. Мисвакун, мисвак, тіс тазалайтын. Мусолла, мусолла деген жай намаз. Не болмаса намаз оқитын орын. Хунака, хунака деген ана жақта деген сөз. Алдында қателеспесем хуна деген сөз айттық. Хуна дейтін болса, қараңыздар, ол мұнда деген сөз. Мына жерде тұр. Ал енді хунака десе, ана жақта, ұзақта айтады. Одан кейінгісі родхатун, бұл зал. Лахмун, ет. Хубзун, нан. Та'ала, бұл кел деген сөз. Та'ала хуна, мұнда кел. Одан кейінгісі ихфаз, жатта. Бәбун, есік. Ал енді астындағы сөздерді бірге аударып шайық. Айна мусолла, жай намаз қайда? Хати мисвака, мисвакты әкел. Удхул ар-родхата, залға кір. Салимун яхфазу ад-дарса. Сәлім ол дәрісті жаттап жатыр. Ихфаз ад-дарса. Дәрісті жатта. Хада бабун. Бұл есік. Мән яхфазу ад-дарса. Кім дәрісті жаттап жатыр? Енді мұна жерде жауабы. Кәримун деп тұр. Кәрім демек, кәрім ол дәрісті жаттап жатыр. Әл-валаду янаму аля әс-сарир. Бала, мынау кереует, жаңа айтқанымыздай, кереуеттің, ана аля деген үстінде деген сөз. Кереуеттің үстінде ұйықтап жатыр. Махмуд я'кулу хубза. Махмуд нан жеп жатыр. Кули лахма. Етті же. Айна мисвакун. Мисвак қайда? Хунака аля мактабил муаллими. Ана жерде, ол анау деген қайсы деп тұр? Мактабул муаллими. Муаллимнің партасының үстінде дейді. Ивхамид дәрса. Дәрісті түсін. Та'ала хуна. Мұнда кел. Мухаммадун я'кулу лахма. Мухаммад ол не істеп жатыр? Я'кулу лахм. Етті жеп жатыр. Хати мибраата. Мибраатун деген алдында айтқанымыздай, бұның ұштағыш деген мағынасы бар және бәкі деген мағынасы бар. Ал енді бұл жерде біз ұштағыш деген мағынасы аламыз. Ұштағышты алып кел деген сөз шығады. Айна курросу. Кітапша қайда? Нау енді жауабы хунака аля мақади тилмизи. Оқушының партасының үстінде. Әл-китабу фил хизанати. Кітап, хизана деген жаңа шкаф дедік. Осы шкафтың ішінде. Фи деген ішінде деген мағынасында. Ал енді осының орнына біз аля деген сөз қолданатын болсақ, әл-китабу аля хизанати десе, кітап осы жаңа мынау хизана деген шкаф деп айттық қой, осы шкафтың үстінде деген мағына шығады. Ал фи болса, осының ішінде. Салимун яшробу шая. Сәлім шай ішіп жатыр. Мән фил байт. Үйдегі кім? Мән фиддари. Ауладағы кім? Ал енді астындағы сөздерді әдеттегідей қазақша сөздерді арабшаға аударылсаңыздар, нұр үстіне нұр. Уағри дауана анил хамдулилlah.